Енді біз тек қана құрылыс емес, мәдениет саласын, өнер саласын, спорт саласын, білім саласын көтеруіміз керек. Бізде жалпы облыста 8 өнер мектебі бар, саз мектебіміз бар. Мынау жаңадан салынған саз мектебі. Барлық бұл жерде жағдай жасалған, жаңа инструменттер алынған. Тек қана еңбек керек. Осы фестиваль табысты болсын. Осы фестивальдің арқасында көптеген жұлдыздар біздің облыстан, біздің қоғамнан шыға берсін.